Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін біз алмадан компот әзірлейтін боламыз. Артық еш қоспасыз, өте дәмді, қарапайым дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен алмамызды жуып, тазалап, реттеп аламыз. Менде бір шелек алма болды, арасында бүлінген, соғылған алмаларды жеке реттеп, компотқа мейлінше таза, бүлінбеген, ең әдемі түрлерін алуға тырысамыз. Сонымен ең таза түрлерінен компот, орташасынан тосап және кішкене езілгендеу, бүлінгендеу түрінен джем немесе повидло әзірлейтін боламын. Бұл рецепттердің барлығын анамның үйреткен рецептісі бойынша жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Компот жабу үшін ең алдымен банкамыз бен қақпақтарымызды стерилдеп аламыз. Стерилденген банкаларымызға 1/3 көлеміндей етіп алмаларымызды салып шығамыз. Үй жағдайында қарапайым, оңай және өте дәмді тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламыз. Арнамызға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться деген батырманы басып қойыңыз. Егер қаласаңыз, басқа да жеміс-жидек түрлерінен қоссаңыз болады. Өрік, жүзім, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Менің кішкентай көмекшімде бірге салысып жатыр. Қыста рахаттанып жейтін боласыз. Балалар өте ұнатады. Алмасын да бірге жесеңіз болады. Банкаға салынған алмалардың үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суды құйып, қақпағын жай бекітпей бос қойып, 15-20 минут салқындағанша қойып қоямыз. Менде 20 минут уақыт өтті. Банкаларымызды абайлап ұстап, суын қайтадан үлкенірек кастрюльге құйып аламыз. Суын түгелдей құйып алған соң, кастрюлімізді қайтадан отқа қоямыз. Енді банкадағы алманың үстіне қантын саламыз. 2 литрлық банка болса 200 грамм, 3 литрлық банка болса 300 грамм қант салатын боламыз. Кастрюльдегі суымыз қайнаған соң, қайтадан банкаларымызға толтырып құямыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Енді банканың қақпағын арнайы жапқышпен жауып аламыз. Қақпақты жапқан уақытта астыңғы жағы кедір-бұдыр болмау керек, арасынан ауа өтпейтіндей және де банкамызды еңкейтіп немесе төңкеріп тексеріп аламыз. Ешқандай су, ештеңе ақпауы қажет. Банкаңызды осылай ыстық күйінде астын үстіне араластырып шайқап алыңыз, ішіндегі қанты еріп кететіндей. Менің жапқан банкам тесттен өтті, қақпағының асты құрғақ, ішіндегі қанты еріді. Енді банкамызды төңкеріп, салқындағанша қойып қоятын боламыз. Сыртынан жылы жауып қойыңыз. Банкаңыз әбден салқындаған соң, салқын жерге немесе погребке сақтаңыз. Қалған алмадан жасалған джем, повидло және тосаптың рецептісінде каналыма салып қойдым. Видео бөліміне өтіп немесе жоғарыдағы сілтемені басып өтіп көрсеңіз болады. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.